Фредди в гости, жди. Сен ұйықтағанда біреу сені күтеді. Бұл жай түс емес, оянбай қалуы мүмкін. Ол сенің қорқынышымен күшейеді, қашып құтыла алмайсың. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, маған 1000 подписчик жинауға көмектесіңіздер. Алда сіздерді өте қызықты, қорқынышты және сапалы видеолар күтіп тұр. Қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп кетіңіздер. жылдары бір шағын қалада балалар жоғала бастайды. Ешкім нақты не болғанын білмейді. Бірақ бәрінің армандарында бір адам пайда болады. Күйген бет, қызыл-жасыл свитер, темір тырнақтары бар қолғап. Бұл адам Фредди Крюгер. Ол тірі кезінде қарапайым адам емес еді. Аңыз бойынша ол балаларды ұрлап, қараңғы жерде ұстап, қорқынышты ойындар ойнаған. Бір күні оны полиция ұстайды. Бірақ дәлел жетіспегендіктен босатып жібереді. Сол сәтте қала тұрғындарының ішінде қорқыныш емес, ашу пайда болады. Ата-аналар әділетті күтпей өздері шешім қабылдайды. Бір түнде олар Фреддиді ескі қазандық орналасқан ғимаратқа қамап, тірідей өртеп жібереді. Айқай, түтін, жанып жатқан адамның соңғы күлкісі. Ол бәрі бітті деп ойлады. Бірақ бұл тек бастамасы еді. Сол түннен кейін балалар тыныш ұйықтай алмайтын болды. Бірнеше апта өткен соң балалар бірдей түсті айта бастайды. Түсінде сол адам қайта келеді. Бірақ бұл жолы ол одан да қорқынышты. Түстерінде қашып құтылу мүмкін емес. Егер сен ұйықтасаң, сен оның әлеміндесің. Ал ең қорқыныштысы, түсінде өлесің. Шынайы өмірде де оянбайсың. Балалар бірінен соң бірі жұмбақ жағдайда қайтыс бола бастайды. Балалар бір-бірімен сөйлескенде қорқынышты бір нәрсені байқайды. Олардың түстері бірдей. Бір қарағанда дәліз, тот басқан құбырлар, алыстан шыққан темірдің сықыры және әр бұрышта күтіп тұрған біреу. Олар бірдей сөзді естиді. Ұйықта, мен сені күтемін. Бір бала оянып кеткенде қолында белгі қалды. Тырнақ ізі сияқты. Бұл жай түс емес екені сол кезде түсінді. Бір күні балалардың бірі ескі видеокассета табады. Онда сол қаланың көп жыл бұрынғы жаңалықтары жазылған. Экранда күйіп кеткен ғимарат, жылап тұрған ата-аналар және бір адамның аты қайта-қайта айтылады. Фредди Крюгер. Бірақ ең қорқыныштысы, видеоның соңында бір сәтке экран бұзылып, кадрда бір нәрсе көрінеді. Қараңғыда тұрған адам камераға қарап, баяу басын қисайтады. Сосын сыбырлайды. Сендер мені таптыңдар, енді мен сендерді табамын. Сол сәтте телевизор өздігіне өшіп қалады. Бір қыз ғана шындықты түсінеді. Фредди енді адам емес. Ол адамдардың қорқынышынан туған нәрсе. Ол сенің қорқынышыңды сезеді. Сенің әлсіз тұрысыңды біледі және сен ұйықтаған сәтті күтеді. Қыз бір түні ұйықтамауға тырысады, бірақ шаршау жеңеді. Сол түні ол Фреддимен бетпе-бет келеді. Аңызға сенсек, Фреддиден құтылудың жалғыз жолы қорықпау. Бірақ бұл мүмкін бе? Себебі ол тек түсінде емес, кейде сен ояу кезде де көлеңке тұруы мүмкін. Қараңғы бөлмеде жалғыз отырғанда, артыңда біреу тұрғандай сезім болғанда, терезеден бір сәтке көлеңке өткенде, бұл жай елес пе, әлде ол қайта оралды ма? Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.
Сендер мені таптыңдар. Енді мен сендерді табамын.